Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен сүзбенің пайдасы туралы айтатын боламыз. Сүзбе қышқыл сүт өнімдерінің ішіндегі ең пайдалысы. Себебі оның құрамында адам ағзасына жеңіл сіңетін ақуызы аминқышқылдарға өте толы. Олардың ішіндегі ең пайдалысы метионин. Метионин бауырдың жұмысын реттеп, ағзаны уланудан сақтайды. Сонымен қатар, ағзадағы холестерин деңгейін төмендетеді, қан қысымын реттеп, ұйқыны жақсартады, және де стресстік жағдайларды болдырмауға көмектеседі. Бір ауызбен айтқанда, сүзбенің адам ағзасына пайдасы өте зор. Сүзбенің құрамында кальцийге өте бай, әрі калий, фосфор, магний, темір бар. Ал дәрумендері А витамині, В, С, H, Е кездесіп отырады. Сол себепті сүзбе түрлі аурумен ауыратын адамдарға тұтыну керек өнімдердің бірі. Мәселен, жүрек қан тамыры мен жүйке жүйесінің ауруларында, жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда, бауыр мен бүйрек аурулары кезінде сүзбені өз мәзіріңізге қосыңыз. Сонымен қатар, қан диабеті мен қан қысымы артқанда пайдаланған өте тиімді. Алайда шамадан тыс тұтынбаған жөн. Күніне 300 грамм сүзбеден 3 рет жесеңіз ғана пайдасын көре аласыз. Әйтпесе, бәрі де керісінше болуы мүмкін. Сүзбе балалар мен аяғы ауыр әйелдерге өте пайдалы. Себебі жаңа жасушалардың пайда болуына, әрі жүйке жүйесінің дұрыс дамуына көмектеседі. Ал құрамындағы темірдің арқасында қан аздыққа қарсы тұра алады. Артық салмаққа айығу үшін де сүзбенің пайдасы өте мол. Ол үшін сүзбенің тек майсыз түрін ғана таңдаңыз. Оның құрамындағы көмірсудың мөлшері аз болғандықтан қарынды қатты аштырмай жеу керек. Ал керісінше майлы сүзбе артық салмақ қосқысы келіп жүргендерге таптырмайтын өнім. Сүзбеден компресс жасау арқылы да аурудан айығуға болады. Ол үшін тұмауратқан кезде сүзбе мен балды араластырып кеудеге компресс жасау керек. Сүзбемен беттің әр түрлі терісіне қарай масканың түр-түрін жасауға болады. Сонымен қатар, асқазан жарасы мен іш ауырғанда пресстелген сүзбені жеген дұрыс. Ал дұрыс сақталмаған сүзбенің зияны өте көп. Себебі тұрып қалған сүт өнімдері бактериялар тез көбейеді. Сол себепті тек сүзбенің жаңа дайындалғанын тұтыныңыз.